Жаз адамдардың табиғат аясында қыдырып, суға шомылып, күнге қыздырынуына ең бір қолайлы кезең. Жазда денеміз күнге қыздырынуды қалайды. Осы үшін кейбіріміз мұхит асамыз, қалтамызды қағып жиған тергенімізді шашамыз емес пе? Иә, күн сәулесінің адам ағзасына пайдасы да, зияны да жетерлік. Ендеше, ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деп қатерлі дертке душар болмас үшін қауіпсіздік шараларын сақтағанымыз жөн. Өйткені, әр нәрсенің өзіне сай мөлшері болатындығын ұмытпауымыз керек. Сондықтан күнге қалай, қанша уақыт қыздырыну керектігін біле жүргеніміз артық етпейді. Бүгінгі видео сізге де, отбасыңызға да, дәл қазіргі жаз мезгілінде өте актуалды болмақ. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісіп, қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыра кетуіңізді сұраймын. Гиппократтың барлық аурудың емі күн деп айтып кеткені белгілі. Ультракүлгін сәулесінің әсерінен тері тез қызарып, оның зат алмасуы, қан айналымы жақсаратын көрінеді. Терідегі минералды заттардың алмасуын қалыптастыратын Д дәрумені көбейіп, сынғыш, әлсіз сүйектің жетілуіне қажетті дәруменді сіңіруге себеп болады. Сондай-ақ тіс, тырнақ, шашқа ең қажетті кальцийді алмастыруға көмектеседі. Ең бастысы, күн сәулесі арқылы терідегі саңырауқұлақты аурулардың микробтарын жоюға болады. Күнге күйу әр түрлі терлегіштік, безеу секілді тері ауруларын емдеуге және денесінде қабыршықты темірткісі барларға өте қажет. Әсіресе нәрестелер мен жүкті әйелдерге күн көзінің орасан зор пайдасы бар. Күн сәулесіне шомылғысы келген адам алдымен денесін ыстыққа үйретіп алғаны дұрыс. Ол үшін 5-10 минут күн астында тұрып, дененің сезімталдығын сынау керек. Одан кейін бақылауды жарты сағатқа созса болады. Егер күн сәулесі кері әсер ететін болса, осы уақыт ішінде дене қызарып, қыши бастайды. Ондай кезде дереу қыздырынуды тоқтату қажет. Есіңізде болсын, загар қабылдау қандай жағдайда да 1 сағаттан аспауы тиіс. Кейбіреулер күнге қыздырыну осы екен деп тал түсте ыстық күн астында, ыстық құм үстінде жатады. Бұл денсаулыққа жасалған үлкен қастандық. Негізінен күнге күйдірінуге қолайлы кезең таң ертеңгілік сағат 9-дан 12 арасы және кешкі 5-тен кейінгі уақыт. Бұл ереже сақталмаса, адамдардың әр түрлі тері ауруларына шалдығуы ғажап емес. Атап айтар болсақ, ультракүлгін немесе қысқа толқынды сәулелердің әсері әр түрлі тері аурулары, күндік дерматит, күндік есекжем, терінің қатерлі ісігі ауруларына алып келеді. Қаншама пайдалы дегенімізбен белгілі дәрежеде күннен қорғана да білу керек. Әсіресе басты қорғамаса қан қысымының көтерілуіне себеп болады. Қан қысымы 140-150 шамасында жүретін адамдарға күнге қыздырыну былай тұрсын, күн астында көп жүрудің өзі қатерлі жағдайларға ұрындырады. Сонымен әдемі, тегіс загар алу үшін бірнеше пунктке тоқтала кетейік. Мұқият есте сақтап алыңыз. Ең алдымен дайындық. Күнге бір тегіс күйу үшін алдын ала денені пилингпен тазартып алу керек. Мұны тек салонда емес, үй жағдайында да жасауға болады. Дәрумен минералы мол, иісі жағымды скраб сатып алып, жуыну кезінде пилинг жасаңыз. Денені ылғалдандыру. Дене терісі жылтыр, әдемі болу үшін жақсылап ылғалдандыру керек. Пилингтен кейін және душ қабылдаған соң үнемі ылғалдандырғыш лосьон, иіс май мен май жағып тұрыңыз. Олардың құрамында авокадо, зәйтүн майы, Е дәрумені мен глицерин болу керек. Дұрыс тамақтану. Егер күнге күйгеніңіз ұзаққа соқталсын десеңіз, А дәрумені бар тағамдарды, яғни дәндер, кілегей, сүт, жұмыртқа, қызанақ, саумалдық, жасыл және сары көкөністер, балық майын жиірек жеп тұрыңыз. Сондай-ақ С дәрумені де көмектеседі. Ол үшін ит мұрын, құлпынай, қара өрік, лимон, апельсин, грейпфрут жеу керек. Сонымен қатар күніне 1 стақан сәбіз шырынын ішіп тұруға дағдыланыңыз. Күнге күйу. Күнге күйгенде бастапқы кезде 10-15 минут, кейін қыздырыну уақытын ұзарту қажет. Бірден ұзақ қыздырынса, күн сәулесі өтіп, адамның дене қызуы көтеріледі. Күнге жақсылап күйу үшін күн астында емес, көлеңкеде жату керек. Сонда теріңіз қозып күйіп кетпейді.
Ал егер теріңіз күйіп кетсе, ол 1-2 күнде қайтып түсіп қалады. Алған загарды нығайту. Күнге күйген соң міндетті түрде арнайы иіс май жағыңыз. Оның құрамында терінің жаңа түсін қалыпта ұстауға көмектесетін меланин молынан бар. Сонымен неден бас тарту керекпіз? Егер жаңа түс ұзаққа сақталсын десеңіз, монша, саунадан бас тартуыңызға тура келеді. Дене буланатын болса, құрғап тазарады. Демек, қайтадан ағарасыз. Сондай-ақ ыстық суда тек 5-7 минуттан артық жуынуға болмайды. Жөкеден де бас тартыңыз. Жөке дегеніміз мочалка. Ол терінің бірнеше қабатын алып түседі. Душқа арналған сабын, гель тек табиғи компоненттерден жасалуы тиіс. Сүт, қиярдан жасалған гельдер теріні қайтадан ағартып жібереді. Бүгінгі ақпарат сіз үшін пайдалы болды деп сенемін. Ендеше пайдалы контентпен демалысқа баратын дос-жаран туыстарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Бұл жаз сіздің есіңізде қалатындай керемет өтсін деп тілеймін. Каналымда келесі шығатын пайдалы ақпаратты жіберіп алмас үшін каналға подписация етіп, қоңырауды қосып қойыңыз. Назарыңызға үлкен рахмет.